Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі топтамада әкесі міндетті түрде ұлына айту керек сөздерді сіздерге айтатын боламын. Арнамызбен бірге болыңыз. Адамдармен амандасқанда, бетпе-бет сөйлескенде көзіне тік қара, қолын алғанда сенімді бол. Ата-анаңды сыйла, қызметіңе жауапкершілікпен қара. Есіңде болсын, әлемдегі барлық жұмыс маңызды. Біреудің лауазымы сенен төмен болса, сөзбен тілме. Алдыңдағы істі өзіңнің жасай алатыныңды білсең, өзгені мазалама. Онымен көп нәрсеге қол жеткізесің. Бауырмал бол, қолыңнан келгенше адамдарға көмектес. Нәзік жандыларды және олардың таңдауын сыйла. Ішінде біреуі жарың болуы мүмкін. Айтарын айтып, өзің басқа тірлік жасап жүрген жарамайды. Салмақты бол, ер бол. Ер адам тұлғасына мән беру тиіс. Sıрадан пайда болған қарын ешкімге әдемілік сыйлаған емес. Ешқашан шағым айтпа, мұнымен мәселең шешіліп кетпейді. Нәтиже беретін іспен шұғылдан. Есіңде болсын, уақыт бағалы, уақыт шығынына душар болмаған дұрыс. Әйелдерді түсінуге талпынба, олар бізден ертерек ойланады. Мылжыңдық ердің сәнін бұзады. Дымым жоқ деп күннің өзінде қорың болуы тиіс. Үй тірлігіне қабілетті бол. Ешкімнің көмегінсіз ақ бар істі тындыруға тырыс. Еркектер ешқашан жыламайды деген қағиданы бұзба. Тал ек, мал бақ, бір кезек осы істі жасап көр. Ұлым, сұлу әйелге сүйсінем деп, жанарыңды жоғары көтерме. Өзіңді емес сұлуға сұқтана қарау жараспайды. Көп адам әйелдің сұлулығынан құртқан. Өйткені сұлудың махаббаты күл қылып күйдіріп жіберетіні жалын іспетті. Ұлым, ақылдыға ілессең, адаспайсың, ақымаққа ілесіп ақыл қоспайсың. Ұлым, ағашты бұтағы мен жемісі, ал тауды қалың орман қалай көркейтсе, еркекті балалары мен әйелі солай көркейтеді. Бауырлары да, әйелі де, ұлдары да жоқ адамды жаулары көз келмейді. Ол жол айрығына өске ағаш сияқты. Әр өткен адам жемісін жұлып әкетеді. Әрбір аңдаладағы әр қабығын бір тістеп өтеді. Ұлым, тәтті тілмен сөйле, аузыңнан шыққан сөз жылы болсын. Ит құйрығын бұлаңдатса, тамақ жейтінін, абалап үрсе таяқ жейтінін есіңе сақта. Ұлым, кейін кеудемді бассын демесең, жақыныңа аяғыңды бастырма. Ұлым, алыстағы бауырыңнан қасыңдағы досың жақсы. Ажарлы болғаныңнан жақсы атыңның шыққаны артық. Өйткені жақсы атың мәңгі қалады, ажарың таяды, жоғалады. Ұлым, достарың өзіңнен безіп кетпесін десең, әкеңнің достарынан өзіңді де алыстап кетпе. Ұлым, адамдар өз-өзімен таласып жатқан жерге жолама. Өйткені талас көп жағдайда кісі өліміне себеп болады. Ұлым, өзіңнен үлкен кісіні көргенде құрмет қылып орныңнан түрегел. Ұлым, егер сен қайтсем ақылды болам деп жүрегіңмен қиналсаң, мынаны біл, аузыңнан жалған сөз шықпайтынын болсын. Қолыңнан ұрлықтан де, сонда ақыл кіреді. Атамыздан қалған асыл сөздер. Әкесінің ұлына айтқан өсиеті. Жеті атаңды, жеті руды, жеті жарғыны, жеті құбыланы, жеті жақсыны, жеті жаманды, жеті жетімді біл.
Жеті атасын білмегенді жетесіз дейді. Жеті руды білмегенді жек көріп ел танымаған дейді. Жеті жарғыны білмегенді жөнсіз дейді. Жеті құбыланы білмегенді көкірек көзсіз дейді. Жеті жақсыны білмегенді жаман дейді. Жеті жаманды білмегенді надан дейді. Жеті жетімді білмегенде арзан дейді. Жеті жетіні білгенді адам дейді. Жеті жақсыны білсең адаспайсың, ақылсыз қадам баспайсың. Ақылыңа сай талабың болмаса, жалғыз ақылмен алысқа аспайсың. Білімсіз бірлік жоқ, малсыз тірлік жоқ. Мал мен білімге сай кісілігің болмаса, жақынға да жатқа да жақпайсың. Осыны ұққайсың, жақсы кәсіп анық ырыс, жақсы сөз жарым ырыс. Жеті жақсы ақыл, талап, білім, бірлік, кісілік, яғни адамгершілік, кәсіп. Жеті ата, әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, немене, туажат. Жеті қазына, ер жігіт, сұлу, әйел, ақыл, білім, жүйрік, ат, қыран бүркіт, берен мылтық, жүйрік тазы. Ақыл сөздер. Дініңе сеніммен қара. Үлкендермен ғалым адамдар алдында көп сөйлемеуге тырыс. Алыс сапарға игілікті іске аттанарда қариялардан бата ал. Үйге, мешітке және қасиетті орындарға оң аяқпен кіру керек. Туған жерді ұмытпа. Ол жерге жиі бар, бір уыс топырағын қастерлеп сақта. Ата-баба қорымдарына барып, оларға дұға оқуды ұмытпа. Білме, жолдағы қорымдарға дұға оқып, бет сипауды есіңнен шығарма. Көп адам жиналған жерге сәлемдеспей өтпе. Барыңды бағала, бақытыңды қадірлей біл. Жанұя сақталса, кішкене бүлдіршіндер өз қандастарының ішінде ата-әжесінің тізесінде отырып, еркек тыңдаса, келіндер ерін сыйлап, ерте тұрып таңғы ас әзірлеп, ата-енеге сәлем салып, иіліп, сыпайылық танытса, бөбектердің жүзінен қуаныш күлкі еркелеу сезіліп тұрса, бұдан артық бақыт болмас сірәді. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп алыңыздар. Арнамыздың дамуын қолдап отырыңыз. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.